Сәлем баршаңызға. Жалпы мен бүгінгі күнім көңіл-күйім босаумен өтті. Көзіме жас өзінен өзі келе береді. Сосын неліктен Жұлдыз, сен жылап жатсың? Неге сен жылап жатсың? Соншама уақыт жиналған көз жасың ба? Мүмкін сен шынымен де шаршадың ба? Деп енді сұрақ қойып жатырмын ғой өзіме. Шынымен де мен шаршаған сияқтымын. Осынша жыл күресіп келіп, өзімді енді барынша сынбауға шақырып жатырмын. Не дейді, өзіме енді айтып жатырмын ғой, 99%-мен өткен шығарсың Жұлдыз. Кішкене шыдашы, бірақ процент қалған шығар. Жеңуіңе сондай бір аз уақыттар қалған шығар. Шыда жаным, шыда деп келе жатырмын да. Негізі жалпы маған негізі өте қатты ауыр тигені, қолыма ампутация жасалғаны. Сіздер өздеріңіз қалай қабылдар едіңіздер? Бір сәтте қолдарыңыздан айырылып қалдыңыздар. Қандай сезімде болар едіңіздер? Мен әлде қолымның жоқтығын мойындамайтын сияқтымын. Сенгім келмейді. Қолым бар сияқты сондай бір сезім келеді. Өте қиын негізі. Өзім сондай бір оң қолмен жазатын жан едім. Ал енді тек қана сол қолмен, барлық нәрсені сол қолмен істеу керек. Сен қолынан айырылғаннан кейін мен жаңаша қайта өмірге келгендей сондай бір сезім болды менде. Ал қазір менде сондай бір состояниеде жүрмін да, күйде дейма, бір өзімді аяп деп па, мен тіпті өзімді аяймын қазір. Олай жасауға болмайды, білем. Бірақ жылағым келетін себебі неге бітпей кетті деп былай айтсам да қате негізі. Жалпы эмоцияны дұрыс шықпайды қазірше, байқаған боларсыздар. Жылаудың орнына күліп тұрмын. Мүмкін сондай бір защита шығар деп ойлаймын. Негізі жылайтындай нәрсе ғой. Осылай күліп өзімді қорғап тұрған түрім шығар да. Осы уақыттың ішінде маған қолдау көрсетіп келе жатқан жандар, немқұрайлық танытпай жатқан жандар, жылы сөздерін аямай жатқан жандар, сіздерге көп алғысымды айтқым келеді. Сіздердің бірінші алла, содан кейін себепші болып отқан сіздердің арқаларыңызда мен әлі де күресіп келе жатырмын. Мен тіпті осы бір жылдың алдында сынып қалуым мүмкін еді. Бұл жерде мен тұрмас та едім. Бірақ сіздердің осы бір немқұрайлық танытпағандарыңыздың арқасында, Алланың себепші қылып қойған арқасында, қолдауларыңыздың арқасында мен әлі де тірімін. Және де шүкір, жағдайымды жақсарып келе жатыр. Бірақ енді осымен тоқтап қалмау керек. Ремиссияға дейін жұмыс жасау керек. Емімді алуым керек соңына дейін. Енді менде білесіздер, ондай қомақты қаражатты маған қолма-қол сразу беретін адам жоқ. Көмектесетін өзім тіпті ол қаражатты бірден таба алмаймын. Сондықтан да сборды тоқтата алмаймын. Мәжбүрмін негізі, бір сөзбен айтқанда өзімді кәдімгідей қайыршы сияқты сезінемін негізі. Тіпті бетіңе комментарияға өйтіп солай жазатын жандар да бар да. Менің хәлімді ешкімнің басына салмай қойсын негізі. Бірақ өте қиын. Мен қазір күлкімен, ойынмен алданып жүрген болармын да, бірақ жүрегім қалай жылап жатқанын білмейсіздер. Мен сыртқа былай күліп жүргенмен қандай бір ауыр сезімде жүргенімді білмейсіздер.
қайта халықтың алдына шығу үлкен бір жұмыс негізі. Мен қазір тіпті бір жұмысқа кіргеннің өзінде де ондай қаражат табылмайды да. Жұмысқа да кіргім келеді, иә. Ондай қаражатты маған ешкім бермейді, біріншіден. Екіншіден, мен жұмысқа тұрып, мүмкін жағдайымды нашарлатуы мүмкін. Жалпы мен байқаған боларсыздар, интернет желісінде белсенді емеспін әзір. Өйткені сондай бір кейде жүрмін, сіздерге түсіндіріп, ауызбен түсіндіріп жеткізу мүмкін емес. Бірақ барынша бұл күйден шығуға тырысып жатырмын. Мүмкін осы күйді сезінуім де керек шығар. Осы менде рухани дамитын шығармын да.